Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі түсіндіретін сабағым алгебралық бөлшектер бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Оқушылар бірінші нұсқасын осының алдындағы сабағымда түсіндіріп каналыма салған болатынмын. Егер қажет болса көрсеңдер болады. Бүгінгі түсіндіретін екінші нұсқасы. Бірінші тапсырмада келесі алгебралық бөлшек үшін, яғни мынандай бізге алгебралық бөлшек берілген, айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Оқушылар, айнымалы дегеніміз мынау бізде x. Осы x-тің мәні бөлшектің бөлімін нөлге айналдыратын болса, алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Енді осы x-ті табамыз. 4x қосылған 12 тең 0. 4x тең болады минус 12-ге. Плюс 12 теңдіктің оң жағына минус таңбамен ауысады. X тең болады минус 12 бөлінген 4, x тең болады минус 3-ке. Минус 3-ті мұнда қоятын болсақ, минус 3 пен 4-ті көбейтсек минус 12 болады. Минус 12 мен плюс 12 екеуі 0 болып кетеді. Алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Сонда бізде x минус 3-ке тең болмау керек. Оқушылар, x-тен бөлек сандар болатын болса, алгебралық бөлшектің мәні анықталады, ал x минус 3-ке тең болатын болса, бөлшектің мәні анықталмайды. Енді келесі бысында айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні 0-ге тең болады. Алымы 0-ге тең болған жағдайда бөлшектің бөлімінде қандай сан болса да, ол бөлшектің бөлімі 0-ге тең болады. Яғни мәні 0-ге тең болады. Енді айнымалының мәні қандай болған кезде бөлшектің бөлімі 0-ге тең болатынын анықтау үшін алымын 0-ге теңеп алып, x-тің мәнін табамыз. 2x минус 8 тең болады 0-ге. 2x тең болады 8-ге. X тең болады 4-ге. Яғни 8-ді 2-ге бөлеміз. Енді орнына қойып есептеп көрейік. X-тің орнына 4-ті қоятын болсақ, 2-ге көбейтсек 8 болады. 8-ден 8 азайтсақ 0 болады. 0-ді бөліміне бөлетін болсақ, бөлшектің мәні 0-ге тең болады. Келесі екінші тапсырмада амалды орындаңыз дейді. Екі тапсырма берілген екен. Бірінші тапсырмада a плюс b, b минус a квадрат минус b квадратты ортақ бөлімге келтіреміз. Мұнда өздерің көріп қандай бірінші a тұр, мұнда бірінші b тұр. Осыны b минус a-ны a минус b етіп, мына түрге келтіреміз. Ол үшін оқушылар бұлай жасаймыз. Ең бірінші a плюс b аны жазып алайық. Минус a минус b деп келтіру үшін шақшаның алдына минусты шығаруымыз керек. Мына 2 минус плюс болып кетеді де a минус b түріне келеді. Минус a квадрат b квадратты a минус b a плюс b деп ашып алсақ болады. Яғни қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Алымында 2ab. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі a минус b, a плюс b болады. Толықтауыш көбейткіштерін береміз. Мұнда a плюс b, a минус b, a плюс b-ны бөлетін болса, a минус b береміз. Мұнда a плюс b, мұнда 1 береміз. Енді көбейтіп шығарамыз. a минус b-ны a-ға көбейтетін болсақ, a квадрат минус ab болады. A плюс b-ны b-ға көбейтсек, таңбалар плюс екен, ab плюс b квадрат болады. Мұнда минус 2ab болады. Бөлшектің бөлімі өзгермейді, жазып алайық. a минус b, a плюс b-ны a квадрат минус b квадрат деп қайттан формула келтіріп жазсақ болады, немесе осылай өзгертпей жаза берсек те болады. a минус b, a плюс b. Енді алымын орындаймыз. Минус ab мен плюс ab екеуі қысқарады. Сонда a квадрат минус 2ab плюс b квадрат қалады. Екеуі де формула келіп тұр екен. Формула келтіріп жазасайық. a квадрат минус b квадрат. Мынау бізде a минус b-ның квадратына келіп тұр. a минус b-ның квадраты. Оқушылар, мына жерде формулаға келтірмес
мына күйінде қалдырсақ та болар екен, негізі қысқартсақ болар екен да. А минус Б деп қайтадан жазайын енді. А минус Б-ның квадраты, А минус Б, А плюс Б деп қайтадан ашып жазайын. Қысқартуға болады екен, е. Мына жерде А минус Б мен А минус Б екеу болып тұр ғой, соның біреуі кетеді, біреуі қалады. Сонда А минус Б біреуі кетті, біреуі қалды. Бөлімінде А плюс Б қалады. Екінші өрнекте мұнда көбейту тұр, мұнда бөлу тұр. Көбейтулер жазылақ бірінші. Х квадрат минус 2х плюс 1 деген формулаға кеп тұр, х минус 1-дің квадраты екі өрнектің айырымының квадратына кеп тұр екен. Алымы х қосылған 2, ешқандай формулаға келмейді, солай айнытпай жазып аламыз. Келесі екінші өрнек, х квадрат минус 2 квадрат деп алсақ болады, сонда х минус 2, х плюс 2 болады. Яғни а квадрат минус б квадрат, а минус б, а плюс б деген сияқты. Мұнда 3, екеуінде де 3 бар екен, 3-ті жақшаның сыртына шығарсақ болады, сонда х минус 1 қалады жақшаның ішінде. Көбейту деп алып, мына бөлшектің алым мен бөлімінің орнын алмастырып жазамыз. 6y астына түседі, х квадрат минус 1 квадрат деп алып, мынаны х минус 1, х плюс 1 деп алсақ болады. Тең деп алып, енді барынша қысқартып алайық. Оқушыларына х плюс 2 толығымен х плюс 2 мен қысқарады, толықтай қысқарады. Қосып тұрғанда біртіндеп қысқартпаймыз, толығымен қысқартсақ болады. Мұндағыны х минус 1, х минус 1, мына жерде х минус 1-ден 2 екен, солармен қысқарады. Мына жердегі 3 пен 6 екеуі қысқарады, екеуі де 3 деген санға бөлінеді. 3-ті 3-ке бөлсек 1, 6-ны 3-ке бөлсек 2 болады. Сонда бізде алымында мына өрнек қалды, х плюс 1 қалды, ал бөлімінде 2y, х минус 2 қалды. 2y, жақшаның ішінде х минус 2 қалды. Мінеке осылай амалды орындап қоямыз. Ал енді үшінші тапсырмада өрнекті ықшамдаңыз дейді. Оқушылар, ортақ бөлімге келтіреміз. Егер формулаға келетін болса, барынша формулаға салып, ең алдымен ашып аламыз, х квадрат минус y квадрат деп алайық алымын. Мұнда х квадрат минус y квадрат бізде х минус y, х плюс y болып ашылады. Яғни формулаға кеп тұр, х плюс y. Енді ортақ бөлімі осы х минус y пен х плюс y болады. Х минус y, х плюс y ортақ бөлімі. Мұнда толықтауыш көбейткішті х плюс y деп береміз. Мұнда 1 береміз. Енді көбейтейік. Х-ті көбейтеміз х квадратқа, х куб болады. Х-ті көбейтеміз минус y квадратқа, минус xy квадрат болады. Мұнда көбейткен кезде плюс х квадрат y, ал мына екеуі минус y куб болады. Минус х куб плюс y куб болады. Таңбаға мән береміз. Енді қысқаратын болса, барынша қысқартамыз. Х куб пен минус х куб қысқарады, y куб пен плюс y куб қысқарады екен. Енді бізде мынандай өрнек қалады. Х минус y, х плюс y. Мұнда х квадрат, y минус xy квадрат. Екеуінде де xy бар екен, жақшаның сыртына шығарбасақ болады. X, y-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда мына плюсті бірінші алайық. X, одан кейін минус y қалады. X минус y толығымен x минус y пен қысқарады.
Сонда бізде бөлімінде x қосылған y қалады, ал алымында x көбейтілген y қалады. Оқушылар, бүгін сабағым осымен аяқталды. Түсінбеген сұрақтарым болса, комментарияға жазып сұраңдар. Менің каналыма жазылып, лайк басып, өздеріңнің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.